Еркекке екі жақсылық берілген. Біреуі ол бәрі білет, 4 әйел алу, ол жағдайы көтерсе, келісім берсе, ол туралы әңгіме бөлек. Ал екіншісі, шариғат бойынша еркекке әйеліне өтірік айтуға болады. Семьяның отбасының тыныштығын сақтап қалу үшін. Сондықтан да біз әйелге келіп барлық шынымызды айтқымыз-ақ келеді, өтірік айтқымыз келмейді. Бірақ отбасын сақтап қалу үшін айтпауға, өтірік айтуға тура келеді. Сондықтан да еркекке сол себепті мүмкіндік берілген. Бірақ сөйте тұра, мен айтамын, ешқашанда әйелге өтірік айтуға болмайды. Әйел бәрібір сенбейді, көзіңнен біліп тұрады, өзіңнен біліп тұрады. Қанша еркек жолда құрастырып келген әңгімесін әйеліне келіп айтар кезде басқаша сайрайды. Сөйтіп өтірігі шықпай қалады. Сондықтан да әйелге тек қана шыныңды айту керек. Өйткені Құдай әйелді сенбеу үшін жаратқан. Ол ешқашанда сенбейді. Ауылдың шетінде бір әдемі бой жеткен басы-бос келіншек тұрады екен. Енді басы-бос келіншек бүкіл ауылдың әйелінің соры. Кешке таман күйеулеріне шай беріп айтады. Әй, сендер оңбаған еркектер, ана үйден барып шай ішесің. Еркек әйел сенбеу үшін жаралса, еркек мойындамау үшін жаралған. Барған жоқпын, жаның шықсын, бардың. Барған жоқпын, жаның. Сонымен күнде ауылда ұрыс керіс. Сол ауылда қой аузынан шөп алмайтын, үйден шықса жұмысын, жұмысынан шықса үйін табатын мен сияқты бейшара, момын бір еркек тұрады. Оның да әйел емес пе? Бүкіл ауылдың әйеліне ілесіп, әйел күйеуін айтады. Сендер барлығың бір балшықтан еленгенсіңдер, сендердің бәрің сұмырайсыңдар. Сен барып ана үйден шай ішіп жүрсің де, сана өмірі өтірік айтып көрмеген байқұс. Барған жоқпын де, сана жаның шықсын бардың деп, күнде осы кешке таман, күнде осы айта береді. Ол да еркек емес пе? Бір күн жұмыстан қайтып келе жатып ойланады, осылар айта берді ғой, мен бір барып көрейінші. Әйел әбден ой салғаннан кейін кешке таман сол үйге соғып, бір шай ішіп, терлеп, тепшіп, үйіне келіп, табалдырықты аттай бергенде әйел әуеніне басып, оңбаған сен ана үйге бардың, келдің, шай ішіп келдің десе, ана өтірік өмірі айтып көрмеген адам, иә бардым, шай іштім деп шынын айтсақ, әйел айтады, кетші, ол сен не қылады деп айтады дейді. Сондықтан да әйелге шыныңды айт, әйелге ылғи шыныңды айтсаң ешқашанда сенбейді. Сонымен сол бір ауылдың әйелі мен еркегінің арасында күнде ұрыс, күнде талас. Еркектерге әйелдер ренжулі, әйелдерге еркектер ренжулі. Сонымен әйелдер жер тепсініп айтады, Құдай ай, саған тигенше сайтанға тисемші деп. Еркек айтады, сайтан сені бәрібір алынмайды деп. Неге десе, ақымақ-ау, туысқандар бір-бірін алушы ма еді деп. Сонымен не керек? Әйел еркексіз, еркек әйелсіз күн көреміз деп еркектерді бір аралға апарып тастайды. Арақ шарап, газы да жоқ шырақта, ай далаға, бір аралға жыраққа, кіл еркекті апарды да тастады, жауап таппақ болып осы сұраққа. Кіл еркекті апарды да тастады, жері суы, ауас ортақ аспаны, сақырлаған сан еркекке сыңарғып, ең болмаса бір әйелді қоспады. Бір күн өтті, 5 күн өтті бір апта, жан тыныштық орнаса да құлаққа, әйелдерсіз қандай суық ызғарлы тозақ болып көрінеді жұмақта. Кең дүние қысып кетті, тар болды, еркектердің көздеріне қан толды, желсіз түнгі масадайын мазасыз ызыңдаған әйеліңге зар болды. Еркек біткен аласырды қысылды, әйелсіз күн емесін түсінді, бір күндер жағалауға о сұмдық бір мәшине әйел әкеп түсірді. Жағалауда жайқалғандай жасылбақ күлдер көктер қуаныштақ, сақылдап өлімсіреп бара жатқан жанарлар кенет жанды, жарқ-жұрқ етіп лапылдап, селт еткізер кереңді де соқырды, қарсы бетте қыз келіншек отырды, жігіт біткен 25 пен 35 шешінбестен суға күмп-күмп секірді, бойларына қуат кірді, күш кірді, қойсаңшы бұл еркек деген міскінді, шешінбестен суға күмп-күмп секірген қайран жастық қарсы бетке шықынды. Алдап арбап алатұғын есіңді, әйелдердің шындығында несілгі 35 пен 45-тің арасы тәжірибелі жігіттер ғой шешінді де 25-тен қаларма құштарлықты қиы болып жанарға 25 пен 35-тің соңынан жүзікке қарсы бетке оларда. Ұнататын даудамайды көкпарды, білек кілген сойыл менмен шоқпарды 45 пен 55-тің арасы барсақ бекейін, бармасақ па дек қалды. Сезімдерін құлаштайтын құрық қып, шын сыналды еркекті, әм жігіттік 55 пен 65-тер отырды, өздері де кеп қалар деп үміт қып.
беп белгілі болды әркімнің шамасы 65 пен 75-тің арасы дейді. Неге әуре болды бұл жастар? Бәрі осы жерден көрініп тұр, қарашы. Жанға біткен жалғыздықтың зардабы, бүлкіл қақты еркектердің қармағы, әйел атын естіп кесел болып жатқан атып тұрды 75-тің ар жағы. Қай кезде де қатар жүрер қайғы үміт, бойларында наз, еркелік, байғылық, әйелдер кеп, ажар кіріп аралға, той болып жатты күн еркелеп, ай күліп, жүректерді толтыратын арманға, шаң-шың үні қан жүгіртер барманға. Еркектер, мойындаңдар мойымай, әйелдерсіз мән жоқ мынау жалғанда, ары қарай қызықсыздау байқадым. Осы жерде атым діркіп қайтамын, қайтар кезде әйел жайлы жағымды еркектерге 400-сын сайтамын. Әйелдерсіз өмір солғын, тым тырыс, олар барда күндай қайшу, күн дұрыс, іш құса боп, іш пұспасын десеңдер, 4 әйелден алып алған дұрыс.